Сабағымыздың тақырыбы интегралдау тәсілдері. Бүгінгі сабақта интегралды есептеуде айнымалыны алмастыру тәсілін қолдану жайлы біліміңізді одан әрі кеңейтесіз. Оқушылар, алдыңғы сабақта анықталмаған интегралды айнымалыны алмастыру тәсілі арқылы таптық. Ал айнымалыны алмастыру кезінде функцияның туындысы мен алғашқы функциясын білулерің маңызды болып табылады. Ендеше, туынды мен интеграл табуды қайталайық. Кестеде көрсетілген өрнектердің туындысы мен интегралын табыңыз. Өз жауаптарыңызды дұрыс жауаптармен салыстырыңыз. Сонымен қатар, анықталмаған интегралды айнымалыны алмастыру арқылы табуды қайталап шығуларыңа болады. Ал енді анықталмаған интегралды табуға есептер қарастырайық. Бірінші есеп. Интеграл астында синус квадрат x көбейтілген түбір астында 1 қосылған котангенс x-тен dx анықталмаған интегралын табайық. Есепті шешу үшін 1 қосылған котангенс x өрнегін t жаңа айнымалысына теңестіреміз. Теңдіктің екі жағында дифференциалдау арқылы минус синус квадрат x-тен 1 dx тең dt теңдігін аламыз. Алынған мәліметтерді есептің берілгеніне қою арқылы минус интеграл астында t-ның минус 2-ден 1 дәрежесі dt. Бұдан интегралы минус 2 түбір асты t қосылған c. Жаңа айнымалыны x айнымалысына көшіру арқылы есептің жауабын шығарамыз. Демек, минус 2 көбейтілген түбір астында 1 қосылған котангенс x плюс c. Екінші есеп. Интеграл астында x минус 1 көбейтілген түбір астында x плюс 1 dx анықталмаған интегралын табайық. Есепті шешу үшін түбір астында x плюс 1-ді t жаңа айнымалысына теңестіреміз. Бұдан x плюс 1 тең t квадрат. Теңдіктің екі жағында дифференциалдау арқылы dx тең 2t dt теңдігін аламыз. Есептің берілгеніне қою арқылы интеграл астында 2t-ның 4-ші дәрежесі азайтылған 4t квадрат dt. Интегралын табар болсақ, 5-тен 2t-ның 5-ші дәрежесі азайтылған 3-тен 4t куб қосылған c. Жаңа айнымалыны x айнымалысына көшіру арқылы есептің жауабын шығарамыз. Демек, 5-тен 2 көбейтілген түбір астында x плюс 1-дің 5-ші дәрежесі азайтылған 3-тен 4 көбейтілген түбір астында x плюс 1-дің кубы қосылған c. Үшінші есеп. Интеграл астында x квадрат минус 1-дің кубынан x dx анықталмаған интегралын табайық. Есепті шешу үшін x квадрат минус 1-ді t жаңа айнымалысына теңейміз. Теңдіктің екі жағында дифференциалдау арқылы 2x dx тең dt. Бұдан x dx тең 2-ден 1 dt. Алынған мәліметтерді есептің берілгеніне қоямыз. Демек, 2-ден 1 көбейтілген интеграл астында t-ның минус 3 дәрежесі dt. Интегралын табар болсақ, минус 4t квадраттан 1 қосылған c. t айнымалысын x айнымалысына көшіреміз. Минус 4-тен x квадрат минус 1-дің квадратынан 1 қосылған c. Демек, бұл есептің жауабы. Төртінші есеп. Интеграл астында косинус x-тен 1 көбейтілген x квадраттан dx анықталмаған интегралын табайық. X-тен 1 бөлшегін t айнымалысына теңестіреміз. Теңдіктің екі жағында дифференциалдау арқылы минус x квадраттан 1 dx тең dt теңдігін аламыз. Алынған мәліметтерді есептің берілгеніне қою арқылы минус интеграл астында косинус t dt. Бұдан минус синус t қосылған c.
Жаңа айнымалыны x айнымалысына көшіру арқылы есептің жауабын шығарамыз. Демек, минус синус x-тен 1 қосылған c. Оқушылар, сіздер бүгінгі сабақтан анықталмаған интегралды табуда есептер қарастырып, біліміңізді арттыра түстіңіз. Сонымен қатар, алмастыру әдісін қолдану дағдысын қалыптастырдыңыз. Келесі кезекте берілген тапсырмаларды көрсетілген дескрипторлар арқылы орындап көріңіз. Интеграл табуда сәттілік тілейміз. Назарларыңызға рахмет.